Башаңызға сәлем достар, сіздермен шоколадты құрмамен талқанның рецептісімен бөліскім келіп отыр. Ауызашарға өте таптырмас дүние деп ойлаймын. Видеоны көрмес бұрын менің YouTube каналыма жазылып кетіңіз. Алдағы уақытта пайдалы рецепттер шығады. Алдымен құрманың сүйегін ажыратып аламыз. Осылай пышақтың көмегімен жаймен ажыратыңыздар, себебі құрманың формасы бұзылып кетуі мүмкін. Құрмадан сүйектерді ажыратып болдық. Енді осы құрманың арасын ашып, жаңғақтарды салып шығамыз. Егер бұндай жаңғақ болмаса, кез келген жаңғақтың түрін салсаңыздар болады. Жаңғақтарды салып болғаннан соң қолымыздың көмегімен құрманы біріктіреміз. Себебі қазір біз шоколадқа батырған кезде ажырап кетпеу керек. Енді кезекте біз шоколадымызды осылай су буында ертіп аламыз. Арасында қасықтың көмегімен араластырып тұрыңыздар, себебі шоколадымыз күйіп, дәмі біртүрлі болып кетуі мүмкін. Еріген кезде сармайдан 2 шай қасық салып жібереміз. Сұйықтығы осындай болады. Еріген шоколадымызды толықтай суытамыз. Содан соң жаңғақ салынған құрманы алып, шоколадымызға малып аламыз. Осындай таяқшаның көмегімен жасаңыздар. Содан соң тақтайшаға барлығын орналастырамыз. Егер ауызашар жасап жатсаңыз, дастарханыңыздың сәнін келтіреді, немесе анаңызға, әкеңізге, туған туысқандарыңызға сыйлық ретінде жасап берсеңіз, тіпті керемет болады. Дайын болды, енді тоңазытқышқа 10-20 минут қойып қоямыз. Сол арада су буында ақ шоколадымызды ертіп аламыз. Сұйықтығы осындай масса болу керек. Ол шоколадты осындай кондитерлік мешокқа құйып аламыз ақ шоколадымызды. Құрманы холодильниктен алып, осы мешоктың аузын кішкене қиямыз. Содан соң жаңа құрмамыздың үстіне осындай узор сияқты сызып шығамыз. Бетін өздеріңіздің қалауларыңызша сәндеп әрлесеңіздер болады. Мен осылай жасадым. Содан соң үстіне осындай фисташка ұнтағын септім. Негізі сәндеу жағы өз еркілеріңізде. Шоколадты құрмамыз бізде дайын болды. Енді шоколадты талқанымызды жасаймыз. Ол үшін бізге талқан, қант ұнтағы, содан соң үгітілген жаңғақ және де ерітілген сармай керек болады. Барлығын қолымыздың көмегімен жақсылап араластырамыз. Міне дайын болды. Талқанды осылай қолымызбен қысқан кезде бірігу керек. Енді осы талқанды дөңгелектеп шығамыз. Барлығын дөңгелектеп болдық. Жаңағы ерітілген шоколадымызға осылай малып аламыз. Негізі қолдың көмегімен емес, барынша қасықтың көмегімен жасаған дұрыс екен. Себебі қолымызбен алатын болсақ, талқанымыздың шоколад тимеген жерлері көп болады екен. Енді ақ шоколадымызды бетіне тура құрма секілді узор салып шығамыз барлығына. Әрлеу жағы өз еркілеріңізде. Мен осылай істегенді жөн көрдім. Оның бетіне кокос стружкасын септім. Кокос стружкасы болмаса да мак сепсеңіздер болады. Міне дайын болды. Екеуден осылай қағаздарға салып шықтым. Дастарханның сәнін келтіреді. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздермен болған
Жансая.